Мұхаммедрахым Елубайұлы елімізге белгілі суретшілердің бірі. Бүгінде ол өзінің жеке бағыты бойынша шәкірт тәрбиелеп, өнерді жаңа қырынан насихаттауда. Тәлім алып жүрген жастар мүмкіндігі шектеулі болса да, үлкен шеберлікпен көптеген туындыларды дүниеге әкелген. Суретші елімізде алғашқылардың бірі болып, түтікшемен үрлеп сурет салуды қолға алған екен. Бұл оның бейнелеу өнеріндегі ойлап тапқан тың әдісі. Ойлау қабілетін тез жетілдіру үшін осы техниканы қолдандым. Әрі бұл техниканы қолданғанымызда әуелі бір студенттер келіп, кабинетімізді тамызып алды бір красканы. Соны сүртуге трапқа болмайды, үрлеп отырғанда бір пейзаж пайда болды. Содан осы техникаға көшіп, осындай техника таптық өзіміздің. Енді әлемдік тәжірибеде басқаша әдістер де бар, бірақ мына өзіміздің негізгі осы Астанада бірінші шығарып нетіп отырып, Қазақстан бойынша да болады. Енді осы бағытта біз қазір кең көлемді картиналар жаза бастаймыз. Суретшінің айтуынша, мүмкіндігі шектеулі жандар кез келген іске екемі болмаса да суретке шебер келеді. Өйткені олардың сезінуі мен қоршаған ортаны қабылдауы бөлек болады. Сондықтан ол жастарды осы өнерге баулуда. 1-2 жылдың ішінде шеберліктері артып, қазіргі кезде қаланың деңгейіне, биік деңгейіне жетуге болады. Бұлар ізденіс арқылы, күндегі істеу арқылы, күндегі берген тәжірибе арқылы, бұлардың әдістері әртүрлі методика қолдану арқылы, сол арқылы бұлардың жетістіктері үлкен дәрежеге жетіп тұр қазіргі кезде еңбектің арасында. Түтікшемен сурет салу әлемдік тәжірибеде бар болса да, біздің елімізге кенжелеп келген өнер. Бүгінде бұл бағытты ұстанушылар Мұхаммедрахым Елубайұлы мен оның ізбасарлары ғана. Сондай өзінің жұмысына беріліп, балаларды сондай жақсы көріп, сондай бір шыдамдықпен жұмыс жасап жатыр. Жаңа көрдіңіздер қандай техникалар. Ауызбен дөреді, трубкамен, былай да неше түрлі ымдап сөйлейді. Сол балалар енді техникаларын өткізіп, мұғалімдердің арқасында осындай жұмыстар жасап жатыр. Мен ойлаймын, балалар ертең болашақта өзін бір өмірде жолын тауып, бір орнын тауып, осындай мұғалімдердің ризашылығын білдіреді деп мен сенемін. Елімізде пайда болған сурет өнерінің жаңа бағыты ерекшеліктерге толы. Егер дәл осындай туындыларға көзіңіз түссе, бүгінгі кейіпкеріміздің қолтаңбасы деп біліңіз.